Біз әрі қарай жалғастырамыз. Ендеше біз бүгін қазақ өнерінің тыныс тіршілігіне тоқтаймыз. Ендеше студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі эпик жыршы, ғалым, Алатау дәстүрлі өнер театрының директоры Берік Жүсіп мырза. Қайырлы таң аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Төрлеттіңіз. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Бірінші әңгімемізді Алатау дәстүрлі өнер театрының бүгінгі тыныс тіршілігінен бастасақ. Енді бүгінгі тыныс тіршілігі жұмыс режимінде күнделікті жүріп жатырмыз. Жалпы енді тыныс тіршіліктің басын біз Алатау дәстүрлі өнер театрының концепциясын қайта жасаудан бастап жатырмыз. Яғни мына бұрын қандай еді? Қазір не үшін өзгертіп жатырсыз? Енді ол өзгертіп жатқан жоқпыз. Толықтырып? Біз өзіміздің болашағымызды нақтылап жатырмыз. Енді концептуалдық көзқарас, концептуалдық бұлай қарым-қатынас дегенді өзіңіз білесіз ғой. Біз енді нақты қандай шаруалармен, қандай шаралармен айналысуымыз керек. Театрдың бағыт-бағдары қалай болу керек деген мәселені біз өзіміз үшін нақтылап жатырмыз. Сондықтан біз дәстүрлі өнерді қалай насихаттаймыз. Сондықтан осының міндетті түрде концепциясы жасалу керек болды. Біз жұмысымызды осыдан бастадық. Өте өзекті мәселе, және өміршең мәселе деп есептеймін. Мысалға, кеше ғана бізде бір фестиваль өз жұмысын аяқтады. 4 күн қатарынан өтті. Бұл Аманат Music деп аталады, халықаралық фестиваль. Бұған дәстүрлі өнердің табалдырығын аттағысы келіп жүрген біздің бүлдіршіндеріміз қатысты. Венгриядан келді, Ресейден келді, көрші Қырғызстаннан келді, қақастар келді. Бұндағы мәселе не түйткіл бар? Біз енді қазір дәстүрлі өнерпаздарды білеміз сахнада. 21 ғасыр техногенді өркениет. Бұл ағымды тоқтата алмаймыз. Сондықтан бізге міндетті түрде болашақтың қамын ойлау керек. Яғни жастарды, бүлдіршіндерді, балаларды біз мына афроамерикандық әуездердің құрсауынан құтқарып алып, дәстүрге сусындатуымыз керек. Қалай құтқаруға болады? Енді бұл бірден құтқара аламыз деп енді айта алмайсыз оны. Бірақ соның алғы шарттары жасалу керек қой. Мәселе неден бастауымыз керек? Мысалға, мәселе мынада. Күнделікті сен жамансың деген сөзді еститін болсаңыз, күндердің күнде жаман болып шығуыңыз неғайбыл. Сол сияқты жақсы сөз бар. Не жесең, содан тұрасың дейді. Міне, біздің бүлдіршіндеріміз қазір не жеп жатыр? Мен руханият мәселесін айтып жатырмын. Не жеп жатыр деген тырнақшаның ішінде. Рухани азық. Рухани азықтан не жеп жатыр? Әйтпесе біздің көрермен тамақ деп ойлап қалуы. Бірақ рухани азықта бұл жан тамағы. Бұл біз тамақты өлмеу үшін ғана пайдаланамыз. Ал біздің рухымыз өлмеу үшін, ұлтымыз өлмеу үшін, ұлт ретінде өзіміз өлмеу үшін болашақта тарихтың дидарында біз бүгін не жеп жатырмыз? Міне бұл өте үлкен сұрақ. Сондықтан да біздің мына бүлдіршіндеріміз, мен орта буынды қазіргі сахнада жүрген саңлақтарды айтпаймын. Біздің болашағымыз қазір балабақшаларда. Сондықтан біз осыларға дұрыс рухани азық беруіміз керек. Мына Аманат Music деген фестиваль Алатау дәстүрлі өнер театрында менің келуіммен байланысты, бұл Сәулежан Пейісованың жеке проектісі. Біз бірігіп отырып осыны жасадық. Біз осындай азықтың ұлттық түрін беруіміз керек. Тамаша. Ал енді қызықты сұхбатымызды осы жерде үзе тұрайық. Себебі бізде жарнама. Қымбатты көрермен, күліп ояннан алыстамаңыздар. Жарнама бітті, ал біз жалғастырамыз. Күліп оян назарларыңызда. Сонымен, бүгінгі күннің батыры көз алдыма елестеп отыр. Сіз нағыз қазақ өнерінің бүгінгі батыры сияқтысыз. Осы тұғырдан таймауыңызға шын жүректен тілектеспін. Енді сіздің өмірбаяныңызды оқып отырсам, енді жыршылықпен қатар ғалымдықпен де, тіпті бірнеше қызмет жолында да өз биігіңізді бағындырып, абыроймен келе жатырсыз. Жаныңызға қайсы жақын? Осындай басшылық қызмет жақын ба, әлде қазақтың дәстүрлі өнері жақын ба? Кейде бір нәрсені тәрк етіп, басқа бір нәрсемен айналыссам дейтін ой бола ма өзі? Мен өзі
маған бұл сұрақты қазір көп азаматтар қояды. Берік, сен есіл уақытыңды қор қылып қызметтік айтесің. Неге бірыңғай ғылыммен айналыспайсың дейді. Сондай сөзді естіген уақытта көңілім алабұртып сала береді. Біреулер айтады, Берік, сен ешкімнен кем емес әнші едің ғой. Сахнаны азайтып жібердің. Саған қызметтің не керегі бар, ғылымның не керегі бар. Сахнаға неге шықпайсың дейді. Енді бір қазақтар айтады, өзі ғылымның да, білімнің де, өнердің де жағдайы белгілі болып тұр ғой. Осы қызметің дұрыс ақ дейді. Жүрегіңіз не дейді? Жүрегімнің жалпы дәл қазір үшке жарылып тұрған жағдайы бар. Өткен бір мәселені түсіндірейін. Белгілі бір идеяларды іске асыру үшін өзіңнің ойыңда қызмет сол үшін ғана керек. Бірақ мен жеке басымның идеяларын алдақашан іске асырып қойғанмын. Ұлт үшін деген, дәстүр үшін деген, өнер үшін деген идеялар бар. Соны іске асыру керек. Бәрекелді. Басыңның аман, бауырыңның бүтін кезінде. Екіншіден, ғылым деген нәрсе бұл бойыңа біткеннен кейін, қаламмен қалыптасқаннан кейін бұны тастап кету мүмкін емес. Спортсмен қалай күніне 4-5 сағат жаттығады, қалам ұстаған адам оның ар жағында күніне 4-5 сағат қолына қалам ұстамаса отыра алмайды. Сондықтан мені бала күнімнен тебірендірген ол нәрселерді менің жазбауым, алып жүрмеуім бұл мүмкін емес. Сондықтан мен оны қой десе де қоя алмаймын. Ал енді өнер Бұл жан қалауы. бұл жанның да қалауы емес. Мен тағы да сөзімді қайталап айтамын. Бейсаналы түрде, саналы түрде жасалатын нәрсе бар, бейсаналы түрде жасалатын нәрсе бар. Сондықтан бұл бейсаналы түрде келген өнер бізге. Біздің ырқымыздан тыс. Сондықтан одан да құтылу мүмкін емес деп ойлаймын. Сондықтан қолымнан келгенше үшеуінің басын біріктіріп ұстап жүргенім сол. Бірақ бір жүрек үшке бөлінгеннен кейін, әрине. Қорқыттаңыз бізді. Әрине, қай саланы алып жүрсеңіз де, нағыз өз ісіңіздің шебер екеніңізді дәлелдеп жүрсіз. Оған жұрт куә, біз куәміз. Енді бір сұхбатыңызда айтып қалыпсыз, егер біздің өнерге саясат керек, яғни қазіргі таңда кез келген мадақ марапатқа ие болуы, қол жеткізуі тез. Кейде өнердің құны болмай қалып жатады деген сұхбатыңызда оқығам. Осындай ойға жетелеуге не себеп болды? Енді мына ерте келген атақ ерте өшеді. Бірақ енді менің бұл көзқарасыммен келіспей ақ қоюына болады көп адамның. Менің де көп адамның көзқарасымен келіспейтін сияқты. Сосын және атақ, дәреже деген халықтың алдында сіңірген, сол жолда әбден ақтабан болып еңбегің сіңген уақытта берілетін болса, бұған да құба. Әйтпесе біз халықпен санаспайтын жағдайға да жеттік. Қасиетті қағида бар. Халық Құдайдың бір аты. Халық білмейді. Халық бұндай нәрсені ойламайды деген кәпір ойдан аулақ болуымыз. Халық барлығын біледі. Өсіретінде халық, өшіретінде халық, бағаңды беретінде халық, сол берген бағасын қайтып алатында халық. Сондықтан бір халықтың ортасында жүреміз ғой, сондай мәселелерден айтылған ой болу керек жаңағы. Осы сөзіңізді кесіп алып, ғаламторға жүктеп, қазіргі кейбір өнерпаздарға осы бойтұмар қылып тақса, біздің өнеріміз біраз рухани тұрғыда жаңғырып тазарып қалар ма еді. Қандай ғажап ой. Енді шын мәнісінде біздің бағдарламамызға сіздің бұл салиқалы сұхбатыңызды толық қамту мүмкін емес. Сондықтан шым-шымдап сыр шерткеніңіз үшін сізге алғыс айта отырып, сіздің міне қазақтың домбырасымен жақсылап бір біздің студиямызды жаңғыртып, рухани жаңғыртып, бір ән салып берсеңіз. Рахмет, өзі Алматы телеканалы көп көретін каналым, елдің құрметіне айтып жүрген ескі халық әндерінің бірі Сәулем айды айтып. Тамаша. Мінген атым астыма
құлақ асқаңа ойнамаймын құрбымен айдай сенен басқаға сәулем ай шіркін-ей. бір көтеріп ауылың көшіп барады сақинаңды беріп кет айдай сағын басқаға сәулем ай екі ғана жирен ай өңшең асыл киген ай құмырсқа бел құмай көз айдай ер жігіттің ой сүйген ай керегенің басындай ойнақ тұрар кедейшілік жігіттен айдай қой бақтырар ой сәулем ай тәуір болша жігіттен алған жарыңа тал шыбықтай бұралып айдай ойнап тұрар ой сәулем ай екі ғана жирен ай өңшең асыл киген ай құмырсқа бел құмай көз айдай ер жігіттің ой сүйген ай екі ғана жирен ай өңшең асыл киген ай құмырсқа бел құмай көз айдай ер жігіттің ой сүйген ай Бәрекелді. Біздің студиядағы әр құрал жабдық ән салып тұрғандай болды. Рахмет. Біздің студиямызға келіп, осынау қазақтың ерекше өнері, дәстүрлі ән өнерін насихаттап, жүрегімізге сусындатқаныңыз үшін тек сізге сәттілік тілейміз, рахметімізді айтамыз, тек жұмысыңызға табыс тілейміз. Рахмет сізге. Сіздердің жұмыстарыңызға да Алла абырой берсін.